негізі шорты кигенді ұнатпайтын едім, бірақ та мына күн мәжбүрлейді ғой киюге ше. Мына күнде бәрібір киесің ғой шорты. Сөйтіп бір жұмыстармен шықтым, Алла қаласа. Жаңалықтың барлығын білесіздер. Сенбей жатқан адамдар өте көп. Енді бұйыртса ертең ойнат. Жаңа айтқанымдай ешқандай адам сенбей жатыр, машинаңды ойнатайын деп жатсың ба, не? Одан саған не пайда деген. Маған пайда бар, ол не қыласыздар, главный сіздерге мен ойнатып жатырмын. Барлығы шынайы, әділ түрде өздеріңіздің көздеріңізше өткізіледі ол. Алдап кететіндей ондай мүмкіншілік. Ол жақта вообще өздеріңіз көресіздер ғой тікелей эфирда. Осы уақытқа дейін Турцияға путевканы қалай ойнатып жүрдік, тура сол ойнатамыз. Барабанға салып, честно, әрқайсыларыңыз номерлеріңізді көрсетіп отырып, көздеріңізше саламыз барлығын. И потом розыгрышты бастаймыз, Алла қаласа. Сол үшін 100%-ке сеніңіздер. Біз халықтың алдында жүргеннен кейін ешкімнің ақысын жемейміз, ешкімнің ақшасын жемейміз. Сол себепті сеніңіздер, қатысыңыздар. Енді бұл жерде сіздер билет сатып алмайсыздар ғой, бұл жерде сіздер Нурдейт сатып аласыздар, и ары қарай уже автоматтан билет жазылып кете береді. Сол үшін бұл жерде сіздер ешқашан ұтылмайсыздар, ешқандай ұтылыс болмайды. Бар болған 200 адам қатысады, және де 50-ден астам подарка болады. В общем, ұтып алу мүмкіншілік өте көп. Так что давайте рисковать етіңіздер. Келіңіздер, қатысыңыздар. Мені машинаның кілті как раз қолымда. Бүйтіп бере салайын сіздерге, біреуіңізге.